Сәлем, бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл кім? Мамандық атауларын есіңде сақта. Бұл дәрігер, мұғалім, аспаз, ғарышкер, қаржыгер, заңгер, өрт сөндіруші, журналист. Ендігі тапсырма. Суреттегі заңгер ме, қаржыгер ме? Дұрыс, қаржыгер. Суреттегі дәрігер ме, мұғалім бе? Дұрыс, дәрігер. Суреттегі журналист пе, заңгер ме? Дұрыс, заңгер. Суреттегі өрт сөндіруші ме, әлде ғарышкер ме? Дұрыс, ғарышкер. Келесі тапсырма. Бос орындарға мамандық атауларын жаз. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Өзіңді тексер. Келесі тапсырма. Мәтінді мұқият тыңда. Бұл Сергей, ол Ресейден келді. Жасы 21-те. Қазір 4-ші курс студенті. Мамандығы заңгер. Ол орыс тілімен қатар қазақ тілінде жақсы меңгерген. Ендігі мәтінге байланысты мына сұрақтарға жауап бер. Сергейдің мамандығы қандай? Дұрыс, Сергей заңгер. Сергейдің жасы нешеде? Дұрыс, Сергей 21 жаста. Сергей қай елден келген? Дұрыс, Сергей Ресейден келді. Келесі мәтінді тыңда. Бұл Аружан, жасы 24-те. Ол Алматы қаласында тұрады және мектепте мұғалім болып жұмыс жасайды. Ағылшын және орыс тілдерін жақсы біледі. Аружанға қатысты мына сұрақтарға жауап бер. Аружанның мамандығы қандай? Дұрыс, ол мұғалім. Аружан неше жаста? Дұрыс, Аружан 24 жаста. Аружан орыс тілімен қатар қандай тілді жақсы меңгерген? Дұрыс, ағылшын тілін жақсы меңгерген. Келесі мәтін. Бұл Асия, жасы 28-де. Ол Түркиядан келген. Қазір Тараз қаласында тұрады. Оның мамандығы дәрігер. Ол өз мамандығын жақсы көреді. Ендігі Асияға қатысты сұрақтарға жауап бер. Асияның мамандығы қандай? Дұрыс, ол дәрігер. Асия қай елден келген? Дұрыс, Асия Түркиядан келді. Ал Асия қазір қай қалада тұрады? Дұрыс, Асия қазір Тараз қаласында тұрады. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше.